Карантин режимі отандық эстрада жұлдыздарының жұмысына айтарлықтай кері әсерін тигізді. Той-томалақтарға тыйым салынғалы өнер иелері табысынан қағылып, шығармашылықтарын да тоқтата тұруға мәжбүр болған. Алайда шектеу шараларының бәсеңдеуіне байланысты олар тойларда өнер көрсету мүмкіндігіне ие болды. Карантин талаптарының жеңілдетуіне орай енді 50 адамға дейін болатын мерекелік шараларды өткізуге рұқсат етілді. Бұл жаңалықты ести сала, әншілерден алғашқылардың бірі болып, той-томалақтарда бой көрсеткен Алтынай Жорабаева мен Абай Бегей. Эстрада жұлдыздары карантин бәсеңдегелі шақырту алған алғашқы тойларынан видеомен бөлісіп, Инстаграм арқылы өз қуанышын жеткізген. Жорабаева өзімен аттас арудың сырға салуында ән шырқаса, Абай Бегей палатка астында өткен тойда өлең айтқан. Халықтың қайтадан той жасап жатқанына қатысты желідегілердің пікірі екіге бөлінді. Бірі коронавирус әлі сейілмей жатқанын ескертсе, енді бірі көпшіліктің карантиннен шаршағанын айтты.